Ассалаумағалейкум, арма қазақ елі. Аты жөнім Марғұлан Нұртанғазыұлы. Енді осы оқиғадан кейін намыстарыңа тиіп осы оқиға. Оянбасаңдар білмеймін қазір. Тағы да Қытаймен шекаралас аймақта ұшу болды. Нақтырақ Қорғас еркін сауда экономикалық аймағында. Жалғыз басты екі баласы бар Карина атты қазақ келіншек серіктес құрылысымен сауда үйіне кірген екен сол жерде. Қыз очиды қояды сол жерде. Сөйтіп бір саудагер Қытайға бар, заттың бағасын сұрайды. Мына шаш буғыш бір тал 150 теңге ме, жоқ, қорап 150 теңге ме деп сұрапты. Сөйтіп ана Қытай қатын мұрнын шүйіріп, дура деп боқтайла жөнелген. Содан Карина, неге боқтайсың? Жөніңді айтпайсың. Сөйтіп айтты. Содан айғай-шу басталды әлгі жерде. Сосын ойбай бәле болмасын деп сыртқа шығып кеткен ғой. Сол кезде іштен ұмтыла шыққан кісілерді көріп, бірдеңені ұрлап шықты ма деген арам оймен ана Қытай қатынның күйеуі келіп Каринаны таяққа жығады ғой. Ештеңе сұрамайды. Оның артынан сыртқа шыққан Қытай айдалада тайып жығылып, басын жарып чекесін. Бірақ сол сүрінгенін мына қызымызға бәлетіп жабыстырыппыз. Каринаны екі Қытай ұрып соғып, тепкілеп, қолын бұрап, қорлапты сол жерде. Ал жақын маңдағы қазақ жігіттері араша түспекші болып келіп, бір жақ видеоға түсіріп үлгерді. Қытай полициясы Каринаны қорғаған қазақ жігіттерін ұстап, қорқытып үркітіп әлгі видеоларын өшіртіп тастапты. Анау екі елге ортақ жер емес пе? Әшейінде әділет сұрап бейбіт шеруге шыққанда біздің су жүрек ана сақшылар қайда сол жетіп келеді. Ешкім звондамаса да. Міне біздің билік, міне біздің тәртіп сақшылар. Қазағын қорлатып Қытайға жығып беріп отыр. Өзімен өзі сүрініп құлаған Қытай шекесі жарылған үшін Каринаны қорқытып, тағы да 370 мың теңгесін өндіріп алған, алып алған сол жерде. Сөйтіп өтірік алдап Каринаға сенің еміңде мен өзім ақша төлеймін, сен бар Қазақстанға бар тексеріл, ақшасын сосын берем деп қолхат жазып берген екен. Не қарамайсыз ба сұмпайлығын бұлар? Сөйтіп дәрі-дәрмегін сатып алып, толық тексерістен өткеннен кейін тексеруге жұмсаған ақшаның чегін көрсетсе, әлгі Қытай төлеуден бас тартты. Жоқ, мен төлемеймін. Өтемақы беруден бас тартқан ғой. Не істейміз енді? Бұл бір тұрмыстық жанжал емес, бұл бар ғой. Бұл қазақтың намысына жасалған соққы әшейін. Ой, үндемейді екен, шіркін мыналады. Бұл Қытайдың Қазақстанда өзін заңнан да жоғары сезінуі. Біздің қазақ қызын ұрып соғып қорлап жатқанда неге біздің полициялар үндемейді? Неге біздің ана прокуратура үнсіз? Неге біздің билік бір қазақтың көз жасын сүртуге жарамайды? Қашанға дейін қазақи қорлық көресіңдер өз? Немене керегі бар бұндай биліктің бізге? Дым пайдасы жоқ қой. Қашанға дейін қазақ билігі өз халқын қорлап, Қытайдың алдында құда жорғалай береді, бізді қорлап. Неге әр саудада, әр кез келген жағдаятта қазақ зардап шегуі керек? Ертең сенің қарындасың, сенің анаң, сенің қызың болса не істейсің? Сонда да үндемейміз бе? Шығатын кез келді ғой бауырлар. Бір қызымызды қорлатып қойса, ертең тұтас елді қорлатамыз. Мына лағынеті Яжуж-Мәжуджтің сипаты бар Қытайдың визасыз кіруі, Қытайдың біздің жерімізді саудагер болып жайғасу, қазақтың болашағына төнген үлкен қауіп. Бұл жердегі мәселе бір ғана жанжал емес, бұл жердегі мәселе қазақтың құқының тапталуы. Кім төбелеспей жатыр? Біздің құқымызды, біздің намысымызды таптап отыр. Қазақтың намысын аяққа басу. Біздің полициямыз қазақ емес, Қытайға жұмыс істеп отыр қазір. Көріп отырсыздар ғой. Ағайын бір үндемесек, ертең, бүгін үндемесек, ертең кеш болады. Қазақ жерінде қазақ қорланып, Қытай үстемдік құрып отыр қазір. Біз қалай тыныш отырамыз, соның бәрін көріп. Қашанға дейін жылап сүмірейіп жүреміз өзі. Енді үнсіз қалатын уақыт емес, оянатын уақыт келді. Бір әділетсіздікті көріп тұрып, соған қарсы шықпасаң, діннен шығасың білесіңдер. Мұсылмандығымыз қайда қалды біздің әшейінде айтады. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бүйтіп шүкір Аллаға, маған өстіп берді, қолын жайып дұға етіп отырмай, күресті ғой, ашыққа шықты ғой. Аққа жақ қараға қарсы тұрды ғой. Жүйені төңкеріп тастады ғой ана. Жауыз жүйені. Бұл мұсылмандық шүкіршілдік дін емес бұл жерде.
жақ қараға қарсы тұратын. Ұлтшыл болайық, оянайық бауырлар. Қашанға дейін жүре береміз? Шығайық, мына Қытайлардың зұлымдығын көріп тұрмыз ғой. Ертең басыңа тышады, бүгін басыңа секірсе. Дымыңды қалдырмай. Ана мақтайтындар бар екен, Қытай сондай. Біз білеміз мына, біз сол Қытайда туып өскен қандай ит арам екен. Серікжан айтпақшы, Даяна өртеп тастаған Қытайды өртеп күлін алып берсең, күлінен танимыз біз. Қандай арам, қандай құйтырқылығы бар екенін білеміз біз. Ол лағнеті қауым, Яжүж-Мәжүждің сипаты бар, лағнеті. Ол Қытай бүтін адами заттың дұшпаны. Қашанға дейін отыра береміз өз? Патшаңа қарсы шықпа деп. Өйткен патшаңның атасынан әлет. 77 атасына лағнет болсын. Осы жүйенің, сол жүйені қолдап отқандардың. Жақсы, сау сәлеметті болыңыздар. Шығайық, оянайық бауырлар. Қашанға дейін жүреміз? Болмайды бұл. Екінші Шинжаң боламыз, шыны керек. Екінші Шинжаң. Жаңа шекара 2 деген ата қаламыз. Бүтін Алматы облысыңды бөліп алады. Бөлек та ғана орыстар ана біреу бөліп Украинаның жерін мемлекет қылып жариялап тастады ғой. Тура солай істейді бұл иттер. Ана Малайзиядан Сингапурды бөліп алды ғой. Серікжан Біләштің ана Сингапур синдромы және Қытай қаупі дейтін лекциясы бар. Мен айтып жеткізе алмай отырмын қазір. Соны тыңдаңыздаршы. Ашып кәдімгі. Ұлтына жан ашыған, шындықты айтқан адамға бір жиіркенішпен қараймыз да, сондай Алла тағала дәрежелерін төмендетіп қойғанда сөйтіп ше. Ерсеңдер, ақиқатты айтып жатқан адамдарға қарамайсыздар ғой, артынан ермейсіздер. Топтаспайсыздар солардың артынан. Алдында біреу айтады, негізі дұрыс айтады, бірақ қолдамайды дейді. Алла. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар. Видеоны таратыңыздар. Ұзақ сөйлеп кеттім. Әшейінде 5-6 минут сөйлеуші едім. Көп қарамайды ғой соңында. Парақшама жазылыңыздар. Сау сақтаныңыз. 10 тонна, 1000 тонна болса да лайк басыңыздар. Ерінбей, жалықпай видеоны таратыңыздар. Парақшама жазылыңыздар. Ассаламу алейкум.